Тегін үйде тұрып, қымбат көлік мініп, қызмет көрсетуге дейін тегін алатын депутаттар дағдарысқа байланысты жалақыларының қысқару мәселесіне мүлдем қарсы шықты. Тіпті соңғы 5 жыл ішінде айлығымыз бірде-бір рет өскен емес, бұдан ары кесетін болса, арзан парламентке айналамыз деп шулады. Ал Ресейдегі Дума депутаттарының қаржы дағдарысына қатысты жалақыларын қысқарту туралы ұсынысын арзан пиар деп бағалады. Депутаттардың жалақысы қанша, мәжілісмендердің айлығы азайса, бюджет қанша қаржы үнемдейтін еді. Астаналық әріптесім Гүлбану Аниятқызы бұл сұрақтарды депутаттардың өздеріне қойып көрген еді. Әлемдік дағдарысқа байланысты шығындар қысқарсын деген президент тапсырмасынан кейін үкімет мүшелері шұғыл түрде бюджет туралы заң жобасын әзірлеген еді. Маңызды құжатты таныстыруға бүгінгі мәжіліс отырысына қаржыға жауапты министрлер түгел келді. Еліміздегі экспортқа шығаратын мұнай бағасының арзандауынан биылғы кіріс 960 миллиард теңгеге азайған. Сондықтан артық шығындардың барлығы қысқарып, бірқатар жобалар жүзеге аспайтын болды. Ал жыл сайын жалақысы өсетін мұғалімдер мен дәрігерлер биыл аса қуанбайды. Үнемдеу үшін барлық мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы көтерілмейді, ал шенеуніктердің іс сапарлары қысқарады. Үкіметтің қаражаты, бұл халықтың қаражаты, осыған біз бәрімізде жанашырлықпен қарауымыз керек. Өйткені біз халықтан артық емеспіз. Халықтың салығынан түскен әр тиынға осындай жанашырлықпен қарайтын үнемшіл депутаттар өздерінің жалақылары туралы айтылғанда шоршып түсті. Онсыз да 2008 жылдан бері айлығымыз өскен жоқ деген мәжілісмендер оны қысқартса арзан парламентке айналамыз деп шулады. Ал ресейлік әріптестерінің дағдарысқа байланысты жалақымызды кесіп тастайық деген ұсынысын өздеріне жасаған жарнама деп бағалады. Оның үстіне Ресейде депутаттардың табысы бізден әлде қайда көп екенін айтып, ақталумен болды. Зарплату российских, вы же знаете, депутатов, это 10-15 тысяч долларов. У нас 2,5. И у них 7 помощников или 5, у нас 1. Поэтому вот о каком сокращении может идти речь? По парламенттегі нелері, жалақалары, шыңдары ресейліктерменен Госдумамен салыстыруға болмайды әрине. Оларда бізден бірнеше есе көп, бірнеше есе қымбат. Одаққа мүше болғалы бері кез келген мәселені Ресеймен байланыстыратын депутаттар өздерінің табысына келгенде біз бөлек мемлекетпіз деп шықты. Предложение России – это для российского парламента, не для казахстанского. Пусть они венчают, пусть они работают. Причем тут предложение российского депутата и нашего Казахстана. Мы самостоятельное государство. Мы сами решаем, как делать. Ал осы ресейліктерден әлдеқайда аз жалақы алатын депутаттар Астананың сол жағалауындағы Нұрсая тұрғын үй кешенінде тегін тұрады. Шетелдің депутаттары секілді жаяу жүрмейді. Жолдың ар жақ бетіндегі парламент үйіне қызметтік Toyota көлігімен тегін жетеді. Демалыста шетелде күнге күйгенді қалайды. Бірақ парламенттегі 107 депутаттың кемінде 400 мың теңгеге шығатын айлығын қысқарту бюджетке ешқандай пайда әкелмейтініне мәжілісмендер өте сенімді. Менің жалақым 500 мың теңгенің төңірегінде. Ол қазір енді біз сол мәселені қысқартып бірдеңені шешеміз десек, ол ештеңені шешпейтін әңгіме. Біздің айлығымызды қысқартқаннан халыққа келер пайда жоқ. Бұл теңізге тамған тамшыдай ғана деген депутаттар бұл мәселені қозғаудың өзі артық дейді. Тіпті мәжілісмендер бізде адамбыз, теңгенің құнсыздануы мен бағаның қымбаттауы бізге де әсер етіп жатыр. Ал қазіргі жалақымыз жетпейді дейді. Ал егер табысымыз азайып, арзан парламентке айналатын болсақ, жылап отырған халықтың үнін үкіметке кім жеткізеді деп түйді. Гүлбану Аниятқызы, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.